Ақсай қаласында Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесіне орай Батыр боламын қоры аясында Сұңқар спорт клубы бой көтерді. Салтанатты ашылу рәсіміне аудан әкімінің орынбасары Асланбек Сарқұлов, Батыр боламын қоғамдық қорының вице-президенті Ернұр Сәбікенұлы қатысты. Қоғамдық қорға көп-көп, Ернұр бауырымызға көп-көп рахмет айтамыз. Осындай қолдау көрсетіп жатқанда қазақта айтады ғой, берсең балаға бер деп. Сондықтан әрбір осы ауданымыздың әрбір жерінде, әсіресе осы спортты дамытуға, балалардың дене шынықтырумен айналысуына, салауатты өмір салтын насихаттауға көп үлес қосып жатсыздар екен. 4 жылдан астам осы бастаманы көтеріп жатып, жүзеге асырып жатсыздар. Осы істеген істеріңіздің барлығы сауапқа жазсын. Ашылу салтанатында ауданымыздың ақсақалы Сағидолла атамыз ақ батасын берді. Ал пара-таеквондодан Азия, Европа және әлем чемпионатының жеңімпазы Мәлік Мұқашев құттықтау сөзін сөйлеп, ұйымдастырушыларға өз алғысын жеткізді. Бөле ауданының спортшылары атынан Батыр боламын қорына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай өте жақсы ісіңіз тек жалғаса берсін. Батыр боламын қоры аясында Батыс Қазақстан облысы бойынша 5 спорт зал бой көтереді. Оның бірі Ақжайық ауданында ашылып, өз жұмысын бастады. Ал екінші зал Бөрлі ауданында, яғни Ақсай қаласында ашылды. Бұл алғашқы таеквондо залы және оның ерекшелігі бұл залда мүмкіндігі шектеулі жандардың жаттыға алатынында деп айтып өтті Батыр боламын қорының вице-президенті. Біздің мақсат ол бір чемпион тәрбиелеу емес, жалпы айтып жүреміз. Ол ең алдымен балалардың жан-жақты қалыптасуын, адамгершілік қасиеттерінің болуын, жан-жақты кемелденген тұлға болуын, оның ішінде адам болуын қарастыру. Өздеріңіз білесіздер, енді Мұстафа Өзтүрік бабамыздың айтқан сөзі бар, осы жерде де жазылған. Чемпион болу оңай дейді, адам болу қиын. Чемпион бола тұра әртүрлі жаман қылықтар көрсетіп, жаңағындай бір тренермен тайталасып, ертеңді араздасып атады. Ол енді сол адамгершіліктің, адами қасиеттердің болмауынан деп ойлаймыз. Сондықтан бірден бір негізгі мақсат адам тәрбиелеу. Мына Әл-Фараби бабамыз айтпақшы, мына тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Сондықтан осы жерде бірден бір мақсат осы тренерлерге ары қарай сол тренерлермен жұмыс жасап, тренерлердің сол жағын қадағалау бірден бір біздің мақсатымыз. Адами қасиеттерінің қалыптасуын, жан-жақты болуын, бауырмашылығын, осы зал бірден бір сол жаман қылықтарға балаларымыздың бет бұрмауын, жаңағы шылым шегу, темекі тарту, болмаса жаңағыдай ішімдікке бет бұрылмауын, сол энергиясын осы бір залда тастауын, сол енді қадағалау. Таеквондо залы Бөрлі ауданының балалар жасөспірімдер спорт мектебіне қарасты. Бұл жерде жаттығу тегін түрде ұйымдастырылады. Айта кетейік, бұл Қазақстан халқына қорының қолдауымен Батыр боламын қорының аясында ашылып жатырған 12-ші зал. Спортзал – это вообще моя мечта была, когда я еще сам тренировался и когда тренером стал. Спорт зал ашу бұл менің жаттығып және жаттықтырушы болған кезімнен келе жатқан арманым. Бүгін сол арманым орындалды. Бүгінгі күні зал жұмыс жасап жатыр. Жалпы қыркүйек айынан жұмыс жасаймыз. Ішкі жұмыстар енді реттелді. Жұмыс уақытын нақтыладық. Қазіргі таңда залымыз балалар жасөспірімдер спорт мектебінің құзырында. Жаттығу тегін. Бұл залда 70 бала таеквондомен айналысады. Жұмыс кестесіне ауыстық. Дүйсенбі, жұма аралығында жаттығу болады. Қаланың солтүстік бөлігінде ашылған залда Бөрлі ауданының құрама командасы да жаттығады. Сондай-ақ бұл жерде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған түрлі әлеуметтік шаралар ұйымдастырылады. Тек таеквондомен шектелмей, ұлттық спорт түрлерімен жекпе-жек түрлерін ашу ойда бар деп жеткізді ұйымдастырушылар. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.